24 сәуірге арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, күннің басында барынша сақ болуыңыз керек. Бұл уақытта сіз эмоцияңызға ерік беріп, кейін өкінетіндей әрекеттер жасап қоюыңыз мүмкін. Оның үстіне бүгінгі күні тоқтылардың барлығы болып жатқан жағдайларды дұрыс бағалап, өз сезімдерін бақылауда ұстай алмауы мүмкін. Сәлден кейін барлығы түсінікті болып, өз жоспарларыңызбен нені қалайтындығыңызды ұғатын боласыз. Бүгінгі күні жаңа серіктестер табуға мүмкіндіктер болады. Бір қызығы, олардың арасында бұрындары сіздің идеяларыңызды аса жақтыра бермеген адамдар да болады. Күннің екінші жартысы ақша түседі деп уәде етеді. Осының арқасында сіздің жоспарланған да, жоспарланбаған да сауда жасауыңызға мүмкіндіктеріңіз болады. Торпақ, бұл күн көптеген жағымды тосын сыйлар әкелмек. Сәтті сәйкестіктер, жақсы жаңалықтар, қызықты ұсыныстардың да болуы әбден мүмкін. Сіз барлық жағдайға дұрыс бейімделіп, өз интуицияңызды тыңдаудың арқасында дұрыс шешімдер қабылдайсыз. Сізді ешкім жолыңыздан тайдырта да, адастыра да алмайды. Күннің екінші жартысы жаңа шаруаларды бастау үшін аса қолайлы уақыт болмақ. Қолға алған нәрселеріңіздің көбісі сәтті болып шығады. Көп жағдайда нені қаласаңыз, соған дереу қол жеткізесіз. Бұл уақыт сонымен қатар сізбен ортақ қызығушылығы бар, ойы сізбен бір жерден шығатын адамдармен де сөйлесуге қолайлы болмақ. Олармен бірігіп атқаруға болатын шаруаны жоспарлауыңызға мүмкіндіктер бар. Егіздер, үйреншікті шаруаларды атқаруға қолайлы күн. Бүгінгі күні бұл шаруалар іш пыстырарлық немесе сізді шаршататындай болып көрінбейді. Сіз үй шаруасында қолға алғыңыз келеді. Үйіңіздің жайлы болуы үшін қажетті нәрселерді жөндеп, керекті жарақтарды сатып алып, әрлеу жұмыстарында жасауыңыз мүмкін. Сонымен қатар кішігірім жөндеу жұмыстарын жоспарлап, немесе оған қажетті заттарды сатып алуыңызға болады. Жаңа шаруаларыңыз үшін де уақыт қалады. Бұл шаруаларда бұрын сіз ойлағандай тым күрделі болып көрінбейді. Алғашқы жетістіктерге жылдам қол жеткізесіз. Күннің екінші жартысында көптеген негіздер маңызды сұрақтарды жақындарымен бірге отырып шешіп, барлығының да көңілінен шығатын ортақ шешімдер қабылдайды. Шаян, жаңа идеяларыңыз бен жоспарларыңыз пайда болады. Бірақ та оларды жүзеге асыруға асықпаңыз. Алдымен барлығын жақсылап ойластырып, бүге-шүгесіне дейін қарастырып, зерттеуіңіз керек. Кейбір шаяндар үшін жақын адамдармен отырып ақылдасу пайдалырақ болмақ. Кейбір шаяндарға тіпті жаңа таныстары да күтпеген жерден жақсы деген кеңестер бере алады. Сонымен қатар күтпеген жерден тосын сыйлар мен сыйлықтарға ие болуыңыз ғажап емес. Кешке қарай соңғы кездері еңсесі түсіп кеткен кейбір шаяндардың көңіл күйі бір көтеріліп қалады. Өткен уақытта жіберіп қойған қателіктерді де түзетуге мүмкіндіктер бар. Арыстан, жақын адамдарыңызбен сөйлесу барысында барынша төзімді болуыңызға тура келеді. Бүгінгі күні олар сізді дұрыс түсіне бермей, тіпті қолдамаулар да мүмкін. Оның үстіне сізге сынды айту ғажап емес. Олармен ортақ келісімге келуге болады, алайда ол үшін барлығының қалауын, ойын ескере отырып шешім қабылдауыңыз керек. Сол себепті барлық сөйлесушіңізді толықтай тыңдап, олардың көзқарасы мен санасуыңыз да маңызды. Бүгінгі күн шығармашылық үшін де барынша қолайлы болмақ. Тіпті үйреншікті шаруаларға шығармашылық серпінін қоссаңыз, ерекше нәтижелерге қол жеткізетін боласыз. Тұрмыстық мәселелерді шешуге көмектесетін тамаша идеяларыңызда пайда болуы ықтимал. Жақындарына үнемі қамқорлық танытып жүретін арыстандар бүгінгі күні жақын адамдарының өмірін жеңілдетуге болатын нәрселерді байқайтын болады. Бикеш, бүгінгі күні орын алатын оқиғалар сізді қуантады. Бұрындары қызығушылық танытып жүрген шаруалармен де айналысуға мүмкіндіктер бар. Көптеген бикештер ескі хоббилеріне қайта оралады. Сонымен қатар, бүгінгі күні жаңа нәрселерді үйренуді бастауыңызға болады. Бірақ та бұл ретте асығыстыққа жол бермеңіз. Алғашқы сәттіліктер қарапайым болуы мүмкін. Бүгінгі күні бикештер жақын адамдармен отырып, өздерінің сезімдері, ойлары, уайымдары жайлы айтып, ашық сөйлесе алады. Жақын адамдарыңыздың сізге бейжай қарамайтындығын ұмытпаңыз. Бикештер бүгінгі күні бойындағы өнерін көпшіліктің алдында көрсете алады.
Мысалы, интернеттің көмегімен өз қабілеттерін көрсету арқылы көпшіліктің қошеметіне ие болуға болады. Таразы, бұл күн шаруаларға толы болмақ. Сіз уақытты босқа жұмсамай, барынша көп шаруаны атқару керектігін түсінесіз. Соңғы уақытта үйренген нәрселеріңіздің пайдасы тиеді. Көптеген таразылар тек қана өздерінің білімін дұрыс қолданып қана қоймай, өздерінің табыстарын да ұлғайта алады. Күннің екінші жартысы маңызды сұрақтарды талқылауға, оның ішінде соңғы уақытта жағымсыз ұрыс жағдайы туындаған сұрақтарды да шешуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта сіздің басыңызға бұрындары тіпті ойламаған шешімдер келеді. Сонымен қатар, соңғы уақытта шиеленісті болып кеткен қарым-қатынастарды да жақсы жаққа өзгерте аласыз. Сарышаян, бүгінгі күні аса мұқияттылықты талап ете бермейтін кішігірім шаруаларды атқару оңай беріледі. Сізге қазіргі жағдайларды түсіну үшін бір қараудың өзі жетіп жатыр деп ойлайсыз. Ал үңіліп, оның тамырына дейін зерттеуге қызығушылығыңызда болмайды. Өкінішке орай, алғашқы әсер үнемі дұрыс бола бермейтінін ұмытпаңыз. Сол себепті асығыстықтарға жол бермеңіз. Ойланбай жатып, уәде беруші де болмаңыз. Себебі сөзіңізде тұру сіз ойлағаннан да қиынырақ болады. Бұл іскерлік өміріңізге де жеке қарым-қатынастарыңызға да тікелей қатысты. Ал қызуғандылықпен айтқан сөздеріңіз үшін алдағы уақытта өкінетін боласыз. Сондықтан да артық нәрсе айтып қоюдан сақтанғаныңыз жөн. Мергендер бүгінгі күні үлкен мұқияттылықпен барлық үлкен-кіші детальдарға зейін аудару керек нәрселерді жақсы алып шығады. Ақпараттарды жинақтап, оларды сараптай аласыз. Алайда сіз тез шаршап қалып, ойыңыз да осының кесірінен жиі бөлінеді. Бұл қателіктерге алып келеді. Есесіне еңсесі түсіп кеткендерді жігерлендіру мен қолбасшылық етіп, өзгелердің шаруасын ұйымдастыруда сізге тең келер ешкім жоқ. Бұрынғы іскерлік қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіріп, ескі достық қарым-қатынастарды да жалғастыруға мүмкіндіктер болады. Бұрындары сізді ренжіткен адамдар өздерінің кінәсін түсініп, оны жуып шаюға барын салатын болады. Тауешкі, сіз бүгінгі күні шығармашылық, фантазия, тапқырлықты талап ететін шаруаларды жақсы алып шығасыз. Сіз толық ойланып, зерттеп барып, әрекет ету керек шаруаларды да өте жоғары деңгейде атқарасыз. Алайда бөтен ойлар сізді жиі мазалайтын болады. Осының салдарынан бір шаруадан екінші шаруаға көшіп, қателіктер жасап қоюыңыз мүмкін. Қуанышқа орай, бұл қателіктерді дереу байқап, сол арада түзете аласыз. Бүгінгі күн сөйлесу үшін де аса қолайлы болмақ. Сіз жақындарыңызды да, жақында танысқан адамдарыңызды да бірден түсінетін боласыз. Суқойғыш, бүгінгі күні аяғыңыз жерге тиместен тер төгуіңізге тура келеді. Алайда өзгелердің шаруасын атқарып, олардың жіберген қателіктерін түзетуге көп уақытыңызды арнайсыз. Бұл күн шаруаларыңыздың кесірінен қиын болғанымен көңілді сәттерде жеткілікті. Бүгінгі күні үйренетін нәрселер сізге алдағы уақытта да пайдасын тигізетін болады. Күннің екінші жартысы достарыңызбен сөйлесуге қолайлы уақыт. Олармен сөйлесетін қызықты тақырыптар мен жақсы жоспарларда болады. Әңгіме барысында барлықтарыңыз ақылдасып, қазіргі болып жатқан нәрселерді талқылап, бір шер тарқатуға да мүмкіндік болады. Балықтар, жайлы күн. Соңғы кезде сізге маза бермеген мәселелерді оңтайлы шешуге болады. Кейбір балықтар тіпті жақындарының да мәселелерін қалай шешуге болатынын түсініп, оларға көмектескеннен соң өздері де бір марқайып қалады. Өздеріне қымбат жандарға көмектескеннен балықтар шын мәнінде бір шабыттанып қалатыны бар. Кейде тіпті өзіне жасамаған жақсылықтарды да өзгелер үшін жасауға дайын тұрады. Бүгінгі күні жаңа шаруаларды да қолға алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұрындары тек сырттай ғана білген шаруаларда қалай сәттілікке қол жеткізуге болатынын түсінетін боласыз. Сіздің сәттіліктеріңіз айналаңыздағы адамдарды да шабыттандырады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.